Талдықорған қалалық полиция басқармасының кезекші бөлімінің ақпараттық есепке алу кітабына 2024 жылдың 12 айында 102 арнасы арқылы 47 мыңнан астам түрлі сипаттағы хабарламалар тіркелді. Ал жедел басқару орталығының бейнебақылау камераларының көмегімен 252 қылмыс ашылып, 16446 әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталды. Олардың көбі қоғамдық орындар, яғни орталық алаң мен базарларда, автобекет аумақтарында тіркелген. Жедел басқару орталығы құқық қорғау органдары инфрақұрылымының ажырамас бөлігі болып табылады және төтенше жағдайлар, қылмыстық әрекеттер мен басқа да оқиғаларға жедел әрекет етуді қамтамасыз етеді. Құрметті Жетісу облысының тұрғындары және қонақтары, қоғамдық орындар мен көшелерде, сонымен қатар ойын-сауық мекемелерінде тәртіпті сақтай отырып, егер де қандай да бір әкімшілік құқық бұзушылықтың, қылмыстың куәгері болсаңыз, 102 арнасына қоңырау шалып полицияға хабарлауыңызды сұраймыз.